Харбинде өткен әлемдік жарыстың ақтық сынында Қажымұқан мен Поддубный тең түсіп, енді марапаттау рәсімін күтіп отырған. Рәсім кешеге берді. Бір кезде сайысты ұйымдастырушылардың бірі сахнаға шығып: "Құрметті орыс балуандары, біз сіздерге бәйгеге тігілген ақшаны беруден бас тартамыз. Біздің сіздерге қояр шартымыз атақты жапон балуаны Саракики Жиндафу мен жапон күресіне түсіп, соны жықсаңыздар, сонда ғана бәйгеге тігілген ақшаны ала аласыздар", деді. Қажымұқан бағанадан бері аренада тұрған балуанды танымап еді. Енді елдің "Саракики, Саракики" деп айқайлаған даусы айқын естілді. Поддубный бастаған орыс балуандары Саракики Жиндафумен айқасқа шығудан түгел бас тартты. "Жапонша қалай күреседі екен?" деп сұрады Қажымұқан Поддубныйдан. "Білмедім, Қажымұқан. Естуімше, аренаға белдеске шыққан балуандар бірін-бірі өлтіруі керек көрінеді", деді Поддубный. "Енді өлтіргендей, Саракики Жиндафуда қайбір қауқар бар. Белдеске шықпайсыз ба, Иван Максимович?" деді Қажекең. "Жоқ, менің әлі өмір сүргім келеді. Өлім тілесең, өзің шыға бер", деді Поддубный. "Мейлі, шықсам шығайын", деді Қажекең. Қажекең шешіне бастады. "Ей, Мұханура мырза, қалжыңың өзіңе. Күреске түсемін деген ойыңнан без", деді Поддубный. Одан кейін де Қажымұқанды райынан қайтармақ болып, бірталай сөздер айтты. Қажекең сонда да алған бетінен қайтпады. Ыңғайланып сахнаға шыға берді. Саракики әбжіл екен. Қажымұқанның бетінен салып қалды. Қажымұқан Саракикидің әрбір қимылының қатерлі екенін енді ұқты. Сақтыққа көшті. Екінші рет өзіне атылған жапонның қолын денесіне дарытпады. Абайсызда бетін сипап көріп еді, қолына қан жұқты. Жапонның алғашқы тиген қолы бет-аузын жаралағанын енді байқаған Қажымұқан ашуға мінді. Ал Саракики болса, карате спортындағы ең қатерлі әдісті қолдануды жөн көрді. Қарсыласына ол әдісті қолдану қиынға түспейтінін байқап жүр. Бірақ мұндай алыпты буындыруға аяқ күші жете ме, соны білмейді. Саракики Қажымұқанға жанаса беріп, қос аяғын оның мойнына асып алса болғаны. Әрі қарай тұзақтап алып, қарсыласын қылғындырып жығады. Осындай әдіспен талай балуандарды шала жансар еткен болатын. Бір қолайлы сәтте Саракики Қажымұқанның қолынан ұстап, өзіне қарай тартып, жерге құлатып алды да, мұның басын тізесімен қыса қойды. Өзі ыңғайланып отырып алып, Қажымұқанның басын қысқан күйі жерге екі рет сақ-сақ соқты. Мұндай соққыдан кейін талай балуандардың миы аузына түсетін. Қажымұқан әупірімдеп қыспақтан құтылып шықты да, атып тұрып Саракикиді көтеріп алып, шалқасынан лақтырып жіберді. Одан кейін тағы да екінші рет көтеріп алып, тағы да лақтырды. Үшіншісінде белінен іліп алып, тағы да көтеріп жерге тастады. Жиндафу тұрмақшы болып көтеріле бергенде, Қажымұқан оны иығына салып алды. Екі рет шыргөбелек айналдырды да, шалқасымен жерге соқты. Төреші де бұлармен қатарласа жатып, Жиндафудың қос жауырынның жерге тигеніне анық көзін жеткізді. Содан соң Қажымұқанның иығынан 3 рет қақты. Қажымұқан қарсыласын тастап атып тұрды. Төреші Қажымұқанның қолын көтерді. Саракики сол орнынан тұрмады. Оны зембілге салып, ауруханаға бірден алып кетті. Ауруханада 6 ай жатып қайтыс болды. Сүйегі Харбин қаласының зираттарының біріне жерленді.